Сіздермен бірге мен Балабай. Әдеттегідей сәлем достар. Жасым 21-де. Туылған өлкем Атырау, Сағыз. Көп адамдардың сұрағы қойылатын. Руым Шеркеш. Тағы не айтамыз? Әңгіме YouTube'дан бастайық онда. Хорошо, YouTube'қа алғаш рет 2011-де екі летсплейщиктің арқасында келдім. Ол Гагатун и Юзя дейтін екі летсплейщик. Маған мотивация, вдохновение берген екі летсплейщиктің арқасында YouTube'қа келдік. 2011 жылы Майнкрафттың хит болып атқан кезінде Майнкрафттың арқасында YouTube'қа келдік. 2011-де бір канал аштым, The Балабай деп. В общем, ол канал и атпай, ештеңе, в общем, просмотр 20-30 просмотрмен. Содан кейін ойладым, орысша түсірген дұрыс бар, қазақша что-то 2011 жылы, тем более адамдар енді үйіне Wi-Fi қондырып атқан кезде ол видео атпайтын шығар деп 2011-де ол каналды жауып тастап 2013-те жаңа канал аштым. Каналдың ең бірінші аты Like Strike, короче, Майк Миллерге дейінгі канал ғой, Like Strike. Like Strike'та, короче, мен орысша түсіріп бастадым. Ояқта андай ғой, разрушитель типа мифов деген сияқты бар ғой. В общем, бірдеме сындыратын, бұзатын, новый технологияларды, мысалы iPhone алып бұзатын сондай заттар түсіріп көрем деген оймен 2013 жылы Like Strike каналын аштым. Одан кейін ол что-то болмай, орысша сөйлегенмен, орысшам жетпейді, ол кезде ауылдамыз. Сосын 2014 жылы, по-моему, Майк Миллер каналдың атын ауыстырып, сөйтіп Майк Миллер каналының эрасы басталды, Let's Play'дің. YouTube мен үшін, қалай айтсам болады, бір не емес, жаңағыдай ақша табудың жолы емес. YouTube менің бір іште жатқан армандарым, фантазияларым барлығын шығаратын жер. Кішкентай кезімде ойыншықтарды алып, короче, мен ана Nokia дейтін сотка бар ғой, баяғы. Nokia соларға, короче, не түсіретінен ойыншықтарды сериал қылып түсірем. И соның арқасында, короче, үйдегілер мен сондай бірдемемен айналысатын біліп, бірінші камерамды соның арқасында сыйлап. И солай YouTube менің армандарым, фантазияларым шығаратын жер. Ешқандай ақшаға деген құнығушылық жоқ. Бірақ та қазіргі жұмыс жасап жатқан жерім, нақты табысым ол бимен. YouTube әрине кішкене өзінің көмегін тигізеді. Болады, бір қиналып кеткен кездерің болады, биден де ақша келмей қалады. Би бір жағынан бізде өнер болғаннан кейін өнерді өнер ретінде аламыз. Егер де өнерге ақша табу жағынан қарасақ, онда сенің өнерің айтқандай той бизнеске айналысып кетеді. Қазіргі әншілер де айтады, типа той бизнес и шоу бизнес деп. Дәл сондай биде де бар. Егер де сен той бизнеске кетіп қалсаң, онда өнерің чуть-чуть төмендеп кетеді. Сол үшін біздер аз ақша тапсақ та өнерге жолымызды бұрып, сол өнермен айналысып жатырмыз. Бірақ YouTube'тың өзінің әкеліп жатқан бір хотя бы өмірге жететін зарплатасы бар. Сол бізге жетеді, қанағат тұтамыз. Жүріс-тұрысқа, тамақ жеуге. Ең бастысы айтатыным, тоқтамаңдар. Егер де бастап жатсаңдар, тоқтамаңдар. Қазір сендердің уақыттарың, егер де сенің жасың 10-да болса, 12-де болса, егер де сенде мүмкіндік болса, босқа уақытын өткізбей, тек қана алдында керек жарат түгел, мысалы, компьютерің бар, түгел комплектующий бар. Просто саған түсіріп көру керек. Себебі қазір заманы, интернеттің заманы, мүмкіншілігің болып тұрды ма? Істеп көр, істемей ма, жақсы. Артына көресің қалған. Просто андай болады бір попробую дейтін сөз бар ғой, орыстарда. Тек істеп көру. Көресің, егер де саған ұнай ма, жаға ма, онда кетесің дальше. Ұнамай ма, онда басқа салаға барсаң да болады. Сондықтан тек қана арман, мақсаттарыңды орындауға тырысыңдар. Мен 2016 жылға дейін Ералы дейтін ауылда тұрдым. Кішкентай ауыл, 11 мың адаммен. Ол ауылда бізде, шынымен де, енді кішкентай ауыл, сен ойламайсың да, басында бір жерге шығамау, анда барамау, мұнда барамау деп. Бірақ менде бір арман болды. Шетелге шығып көрем, анда шығып көрем, мында шығып көрем. Сосын бір кезде YouTube көріп бастаған кезде екі летсплейщикті көріп, солардың арқасында YouTube дейтін қызық сияқты дедім да өзіме ішімнен. Типа, мен просто кішкентай кезімнен ноутбуктан анда Hitman, андай ойындарды ойнайтын, кілең қызықты сондай сюжетпен летсплей. Соның арқасында, екі летсплейщиктің арқасында алғашқы каналым ашылып, сонымен әлі күнге дейін
2020 жылға дейін летсплей түсіріп жатырмыз. Кішкентай ауылдан шықтық, бірақ та арман үлкен болды. Сондықтан біреу күледі, біреу күлмейді. Өсе келе барлығын біле жатасыңдар. Сондықтан тек мақсат арман. Ең бастысы мына фантазияларыңды орындауға тырысыңдар. Егер де сен просто тоқтап қалсаң, бір күн өкініп қалуың мүмкін. Тоқтаған үшін. Олай ғой негізі, саған біреу сенің вот реально прям сенің фантазияң біреуге айтасың, андай қылып кәдімгідей күшті қылып, менде осындай фантазия болып тұр деп та. Саған айтады, қумаш кетші қаяқтан айтпай деп. Наоборот, сол фантазияларды орындауға тырысу керек. Чтобы потом айтасың, көрдің бе? Көрдің бе? Деп та, әлі күнге дейін класстарыма да айтамын. Класстарым қазір мені наоборот кәдімгідей қолдайды. Соңғы кезде типа айтады, вообще прям видеоларын қараймыз, GTA түсірші дейді. Давай деп қоясың, мәзіл GTA түсіресің. Кәдім қызықта кезінде мысалы 10-шы класста енді сен кішкене жігіт болып жатсың ғой кәдімгідей. Балалар күледі та, не істеп жүрсің, әлі GTA ойнап жүрсің бе деп, ауылда ағайындар соғады, там мал, көтіңші, не жүрсің, құттыға ұқсап деп. Біздер сөйтіп сөйлесеміз ғой кішкене ар жақта. Сөйтіп сөйлеп жүргенде енді неше жыл өтті, уже мектеп бітіргелі, 5 жыл өтті ма, 4 жыл өтті. Қазір басқаша қабылдайды барлығы. Отбасында қазір негізі апам мен, анам бар, сосын әжем бар. Әзірге енді сол үйлену керек жақында деп қоямыз, шелеп идеялар тастап. Анам жұмысы бар, әжем мұғалім, пенсионер уже қазір. Апамның жұмысы бар, әркім өзінің өмірі пока что. Енді үйде кішкентай бала жоқ, сондықтан барлығымыз жұмыстамыз. Каналдың взлом ұрланған туралы айтайын. Көп негізі біреулер шынымен де андай қылып ойлады да, канал шынымен де взломать еткен кезде көңілің түседі. Осындай жағдай көңілің түседі. Біреу саған просто сен каналын сатып жібердің дейді. Қалай ол вообще? Қалай ойлай аласың ол жайлы? Жақсы сатсам мен жаңа каналым сатып жіберерім, жаңа балабайды. Или тағы бір каналым сатып жіберерім, бірақ анаған оны сату ол мүмкін емес. Ол жер дейтін просто менің альбомым сияқты, фотоальбом, просто видеоальбом түрі YouTube. Так что ертең мен просто өскен кезде мен көргім келеді кезінде не істегенімді. Мен үшін ол естелік. Так что мен қандай ақша сұраса да сатпаймын. Маған бәрібір қалған каналды сатайын, басқа заттардың бәрін сатайын. Только YouTube осы каналымды сатпаймын. Себебі ол каналда реально мен үшін бір тарих басынан соңына дейін. Қалай келгенім, қалай кеткенім. Арнаның шынымен де бұзылуы, мені бұзып алуы. Қараған кезде маған жала жаппай қойын, бірақ Швейцария елінен дейді да. Содан кейін геолокацияны қарасам, өзім күлемші менде оларға неге керек деп, оның барлығы. Оказывается, сол кезде бір взлом әлем бойынша болады екен ол взлом. Тек менде емес, әншілерде, бізде Қазақстанда қайта биткоин дейтін қатты дамымаған ғой, дамымаған. Типа басқа жақтарда биткоин дейтін жестко дамымаған да, Америкада неде биткоинмен ойнатады адамдар. И ол менің арнамды взломать еткенде ойлады да, менің жазылушыларым биткоинмен ойнатам деп та. Типа реклама жасайын биткоинға, и менің жазылушыларым сеніп ақша береді деп. Сөйтіп ойлаған идеясымен ол менің арнамды взломать етеді да, түнде стрим бастайды, биткоин рекламировать етіп. А мен сол кезде қарап отырмын арнам сыртынан, ішім жанып отыр да, енді көзімнің алдында стрим жасап отыр да, енді 50 мың онлайн адам отыр, өмірде болмаған рекорд жасап тастаған ғой. Қазір аналитикаға кіріп әлі күнге дейін күлемін, типа менде Қазақстан рекорд болды деп, 50 мың онлайн болды деп. Андай кәдім біреу анау дейтін, бірақ енді шынымен де 50 мың онлайн жасатып, и биткоинға реклама жасап отыр. Ең ютубтың принцип правиласы бойынша ояқта, биткоинға именно сондайға ең қатал да, ең қаталы. Биткоин ол вообще прям болмайтын зат. Соны рекламировать етіп жатыр. В общем, ұрланған күні атын өзгертті, сразу биткоин рекламировать етті. И келесі күні мен уже таңертеңнен бастап YouTube саппортқа жазам, анда жазам, мында жазам. Ешқайсы жауап бермейді. Типа менеджерім. И бір қызығы, мен бір ай бұрын бір неге кірдім, сотрудничествоға кірдім, бір немен, партнеркамен. Олар маған айтып тұрған ойынша былай, мен наурды ойладым да, бір шынымен бір официальный бір партнерке кірдім, енді бірдеме болып қалса любой шаруа бойынша оларға соғам ғой деген идеямен
кәдімгі рахаттанып ештетпес, ертең уже бір аптада қайтарып аламын ғой деген идеямен таңертең жазсам, олар маған айтады, өзің YouTube саппортқа жазшы дейді. Ішім күйіп кетті, кәдімгі от болып кетті, мен білмеймін, кәдімгі бар ғой ана жерде өз-өзін қалай балдармен қырылатын, бәріне айтамын, жігіттер не болды кәдімгідей бір енді хотя бы бір көмектесіңдерші дейді, кәдімгі әркіммен қырылып мен білмеймін, ішімнен не істерімін білмеймін. Содан кейін ренжісіп қалдық, короче, мен өзім ренжіп қалдым, білмеймін, бәріне ренжіп қалдым, неге ренжіп жүрмін, короче, в общем, андай момент болды, бір жаман депрессияға кіріп кеттім, типа. И сөйтіп жүрген кезде YouTube саппортқа күн сайын жазамын, и таңғы 8-де обязательно тұрам. Түнгі 4-те жатын, 5-те жатын, таңғы 8-де обязательно тұрам да, почтамды бір қарайым. Келді ма YouTube саппорттан? Жоқ. Солай 22 күндей жүрдім. Күн сайын қарап. Ешқандай жаңалық жоқ YouTube'тан. Содан кейін бір 20 күннен кейін бір ашып қалсам, хат келіпті, типа, сәлеметсіз, мен сіздің неңізді оқыдым, түгел дұрыстап жазып беріпсіз, маған бланк толтырып беріңіз, каналыңыз қай күні жоғалды, не үшін жоғалды, қалай жоғалды. В общем, түгелін толтырып бердім. Сөйтіп күн сайын YouTube саппортпен хабарда отырдық. Күн сайын таңғы сағат 8-10 шамасына күн сайын олар маған жазады, мен оларға жазам. Енді доказать етуім керек қой, болмайды просто так, типа, каналымды қайтарып алдым деген, ол сен каналың емес шығар. Сондықтан сөйтіп YouTube саппорттың арқасына каналымды қайтарып алдым, бірақ та 30 күннен кейін точно, 29 күннен кейін точно қайтарып алдым арнамды. Бірақ мен үшін переломный момент болды. Мен егер ол каналым қайтарылмағанда, екінші каналым болар, жақсы, үшінші каналым жаңадан. Бірақ уже бір желание андай қайтып кетті, сен кәдімгідей. Уже ар жақта фундамент құйып тастадың, бер жақта уже мен үшін просто бір жеңіл оқып қалды қалған каналдар. Сол үшін барынша абайлап жүріңдер. Егер де біреу сендерге ұсынса, реклама, по идее негізі бір жаманы ол реклама ғой, рекламаның кесірінен көп зат бұзылады. Арнаң да бұзылады, контентің де бұзылады. Бірақ реклама жасамасаң, бір жағынан типа өзіңе де қиын да. Енді сен бүкіл уақытыңды YouTube-қа арнасаң, сен ақша табуың керек одан енді. Үй бар, бала шағаң бар, ертең өскен жағдайда өмір бойы айналысам десең. Былай, по идее, менің ойымша YouTube-пен қанша жасқа келсең де айналысуға болады сияқты, просто істеп білу керек оның барлығын. Үйрену керек, желание болу керек. Сонда да енді басқа қосымша бірдемемен айналысқан дұрыс. Бизнес анау қасына алып жүрген. Солай, в общем, менің арнам сөйтіп жоғалып кетті. Сондай бір жағдай болды. Қызықты мен үшін. Мен қазір келіп жатыр, бірақ білмеймін, адамдардың барлығы, даже кейбір кезде осы соңғы видеоларым шығып жатқанда, уже қайтарғаныма 2 айдай болып қалды ғой деймін. 2 айдан кейін жазатындар бар ғой, сенің арнаңды қайтарды ма не деп. Мен де жақын аяқ қалдым. Сол. Шынымен де сонда көрінбей қалатын болып тұр ғой YouTube'та да. Типа, адамдар білмейді қайтарылғанын. Еще ол ештеңе емес, теневой банға түсіп кеттім мен. Каналым YouTube'та жоқ. Ең не істеймін? Былай ғой, 1 сағатта 20 просмотр жинайды ғой видео. 1 сағатта 20 просмотр, и бір күнде 900 ба 800 просмотр жинайды. 24 сағатта қалай 800 просмотр жинау мүмкін? 200 мың аудиториямен. И мен YouTube-қа түсіндіріп айтсам, олар айтады, қой, ондай мүмкін емес. Адамдардың барлығы сенен нені алып тастаған дейді, типа колокольчикті. Мен айтам, қалай, невозможно ол дейтін. 200 мың адам бірде алып тастай алмайды колокольчикті. Отписаться етеді шығар. Отписаться еткенде 3000 адам отписаться еткен, мен арнама не істегеннен кейін, жоғалғаннан кейін. Бірақ барлығын сразу қайтарып алдым да, келгеннен кейін. И солай, в общем, теневой банда жаттым. Тоже бір 15 күн теневой банда. Түсінбеймін мен, айтам, олар түсінбейді, мен түсіндірем, оларға шынымен де түсіндірсем, олар прям вообще нөл ғой, прям қалай айтарымды білмей сөйтіп жүріп, ақыры ана бұрынғы ең бірінші ана YouTube каналымды қайтарғандарға айтып едім, олар сразу түсінді де күтті. Олар тағы бір аптадай күткізді, солмен теневой бандан ақыры шықтым. В общем, 1,5-2 ай шамасында перерывтен кейін менің арнамның несі түсіп кетті, активности. Конечно, сен көңіл күйің түседі. 50 мың среднеден, жақсы 40 мың среднеден 10 мың болып қалған кезде уже сенің бір жиған тергеніңді просто вот так шелекпен шашып жібересің да. Қайдағы жоқ бір рекламаның кесірінен, қайдағы жоқ, по идее, оның алатын ақшасы да қайдағы жоқ ақша ол, мысалы да. Қайдағы жоқ емес, енді былай кішкентай ақша просто тек ар жағында ойың бір кішкене табыс тауып қалайыншы деген оймен істеген ғой, мен де мысалы деп ойлап отырған кезде канал жоғалып кететінін білсем, оны істемейтін едім негізі.
солай. Да, олармен де видео шығып қалады. Бижел айтайын, как раз. Еще. Әлі күнге де білмейтін адамдар да бар екен ғой, билейтінді. Би мен үшін приоритеті деп айтайыншы. Приоритет дегеніміз ол мен үшін бірінші тұрған зат. Менің айналысып жатқан заттарымның арасында. Оны ештеңеге алмастыра алмаймын. Бейді мен документ бойынша 2009 жылы өнер мектебіне түстім. Бұлай өзім 2011 жылы толықтай бимен кірістім. Ералы дейтін жерде, құрық, Ақтаудан 70 километр жерде. Ең бірінші преподавателім, мұғалімім Әсел Шәріп болды, соған рахмет. Себебі биге деген кішкентай ауылдан басталған арманым. Ауылда жүріп, билеп жүрдік. Сөйтіп жүрген кезде ой болды. Блин, шынымен шетелге шыққым келеді, Еуропаға шыққым келеді, Лос-Анджелеске барғым келеді деген бір арман, шынымен де андай бір шетелді бағындырғым келіп сөйтіп жүргенде. Сөйтіп Ералдан да билеп 7 жыл Ералда биледім. Сосын 3-4 ай Астанаға бардым. Сояқта опыт алдым 3-4 ай. И содан кейін Ақтауға келдім, ДК-байға. ДК-байда да бір жыл емес, бір жарты жыл жүрдім. Жарты жылдан кейін ояқта мұғалім болдым. Мұғалімдік жолым 2018 жылы басталды. Мұғалім болып, содан әлі күнге дейін 2017-дің даже жартысында шығар. 3 жылдың көлемінде мұғалім болып келатырмын қазір. Шынымен де вот енді оны айта алмаймын. Мен білмеймін оны сөзбен қалай түсіндіре аламын сендерге. Просто мен ояқта өзім еркін сезінемін. Түгел затымды ұмытамын. Даже мен ертең каналым жоғалып кеткен жағдайдың өзінде алдында мен прям тек сол жерге барып түгел мына ішімде жатқан түгел заттың барлығын сонымен баса алатын едім. Басқа зат маған көмектеспеді шынымен де. Би өзіңді еркіндікке бір шынымен де бір шек жоқ та, бір шектеу жоқ ешқандай. Саған айтпайды да, сен бүйтіп істе или бүйтіп істе, мынандай болады, мынандай болмайды деп ешкім саған айтпағаннан кейін өзің би, өзің қожа деген сияқты ғой. Соның арқасында би дейтін бір ерекше зат. Просто баяғыда, шынымен де баяғыда би дейтін ол қыздар билейді деп айтатын еді. Мен әлі күнге дейін бірақ бар шығар сөйтіп ойлайтындар. Бірақ көп билердің стильдер көп қой биде. Хип-хоп, папинг, локинг, хаус. Олардың барлығын көбін шығарған адамдар основатель дейді ғой. Солардың барлығы ер адамдар. И менің ойымша оны қыздар емес билейтін. Ер адамдар да билейді. Ода тұрған ештеңе жоқ. Просто біреулер сөйтіп ойлайды шығар. Мысалы әнді тек қыздар айтпайды ғой. Или там басқа заттарды. Дәл солай. Биде де ешқандай қазір не жоқ. Жүресің, билейсің. Кезіндегі ол барлығын сол ойлайтын ғой. Ер балдар билемейді, қыздар билейді там деп жоқ. Қазір барлығы жақсы. Мен оқушыларымның қазіргі мен білмеймін қалай бала көп болып кеткен. Менде қазір оқушылардан іште дейтін бала жетеді. Барлығы уже 18-ден асып кеткен, 19-дан асып кеткен балалардың барлығы. И қазір мен оларды Алматыға, Астанаға апарып, басқа қалаларға апарып, бүкіл Қазақстанды аралатып, олардың бір алға қойған мақсаттарына бір көмек бердім деген ойдамын. Енді олардың барлығы қазір бимен айналысып жатыр. И даже олар мұғалім болып бастады, мен оқушыларым, сондықтан солай би бір өзінің маған деген бір тарихы бар. Тарих бітпейтін тарих сияқты ол. Енді алдағы мақсат, менде көп мақсат негізі биден қойып тастадым. Мен негізі шетелге шыққым келеді. Шетелге шығады деп ойдам, шығамыз деп ойдам. Пока что енді мақсатымыз ол. Мақсатымызды жеткізу керек соңына дейін. Ең бастысы тоқтамауымыз керек. Тем более қазіргі жағдайларға байланысты барлық жер жауып жатыр. Мүмкіншілік аз болып жатыр. Сондықтан енді YouTube-тағы алдағы мақсатымызды орындап, өнердегі алдағы мақсатымызды орындап тырысамыз барлығына. Қазір ата-ана, енді кезінде типа ата-анам андай да, енді компьютерге көп отырма. Компьютерге көп отырма, типа заттарды не істеме, ертең белің кетеді, бас кетеді, уже көз кетеді дейтін еді. Қазір енді кішкене заман өзгергеннен кейін, по идее карантин шынымен де көмектесті үйдегілерге. Барлығы интернетте уже баяғыдай жоқ, типа саған қарап отырмайды да, тұр демейді да.
Қазір барлығы интернетте, WhatsApp'та ағайындармен, интернетте, YouTube'та отырғаннан кейін қазір уже более-менее жақсы қарайды. Вообще қолдайды деп айтайын қазір. Шынымен де қолдайды. Видеоң түсірмедің ба? Қашан түсіресің видеоң? Жаңа видеоң күтіп жүр ғой барлығы деп. Сөйтіп ата-анам кәдімгідей қолдап, иногда бір гордость дейді, ішінен шынымен де кәдімгідей. Ішінен қуанатын шығар ата-анам. Кішкентай балдар келеді, мамама көріп қалады да. Балабайдың машинасы тұр ғой, балабай қайда деп. Мамам айтады, күліп отырып маған соның барлығын. Рахмет оларға, себебі YouTube'ты просто так мысалға түсіре алмайсың ғой ештеңені. Типа ол үшін саған қаражат керек, қаражатты әрине саған ата-анаң көмектеседі. Ең бірінші компьютерімді ата-анам алып берді. Сол компьютердің арқасында менің Маек миллиардым ашылды. Одан кейін қазіргі енді шынымен де мен профессионал түрде айналысуға көшіп келе жатырмын деп ойлаймын. Сондықтан барлығын қазір алып жатырмыз. Компьютер ауыстырып, жайлап микрофондарды ауыстырып, жайлап келатырмыз негізі. Сол уровеньге жетеміз деп ойламыз. Шетелдің адамдарының, СНГ-дің адамдарының уровеніне жетуге тырысамыз әрине. Ең бастысы қазақ YouTube ғой негізі. Қазіргі мен үшін өте қызықты зат қазақ YouTube. Бірақ қазір менің ойымша қазақ YouTube басқаларынан қалыспайды сияқты. Мен даже андайды көрдім. Біреулер бір айдың ішінде 100 мыңдап, шынымен де қазақша түсіріп 100 мыңдап жинап жатады да, бір айдың ішінде. Қалай бір 5-6 жыл ондайға жеткізді? 5-6 жылда қалай? Как возможно? Кезінде просто 1-2 адам отырады, и то сен даже 3-4 адам бар шығар, бірақ білмейсің да, бір-біріңді көрмейсің YouTube'тан. Үлкен платформа ғой, неше мың адам бар. Қазір YouTube'тың жағдайы жақсы. Негізі менің ойымша просто ата-аналармен жақсы сендер. Бірінші адам ата-анаға дұрыс түсіндіріп білу керек сияқты. Ата-анаңа егер сен дұрыстап түсіндірсең, вот мама, папа, мен осылай YouTube'пен айналысып жатырмын. Неге айналысып жатырмын? Бір бар ма, шек бар ма, бір жерге жете аласың ба? Или просто көресің ба? Барлығын түсіндіруің керек. Вот мен сөйтіп айналысып көремін. Ол маған ұнайды, мен осындайды көретін едім. Мен ойын ойнаймын, мен босқа ойнағым келмейді ойынды. Ол ойынды түсіріп отырсам деп айтам да, мысалға мен өзім түсіндіріп. Оны қорықпаңыз, ол егерде болмай қалса, мүмкін ештеңе шықпай қалса, ештеңе етпес. Ол менің просто есімде қалады өмірдің соңына дейін. Сондықтан ең бастысы ата-аналарыңа дұрыстап түсіндіріңдер барлығын. Ата-анаң түсінсе, онда сенің де бір мүмкіншілігің болады да. Мысалға қазір менде барлығы серьезно қабылдайды үйде. Кәдімгі серьезно. Мен айтам үйдегілерге, қазір 1 сағат или 1,5 сағат, 2 сағат мен шықмаңдар, мен комнат жауып алам, айтам, кірмеңдер, мен видео түсірем. Үйдегілер түсінеді. Уже әркім ар жақта жұмыстармен жүреді, мен уже жұмыспен айналысам. YouTube'пен кәдімгідей видеоны түсіріп отырам. Оның барлығы дұрыс түсіндірудің арқасында. Егерде мен түсіндірмесем, есікті жауып алып просто түсіріп отырсам, үйге біреу кіреді. Артымның барлығы шум, ойшым сол басталып кетеді. Ағайындардың барлығы қазір шынымен де күліп отырып маған айтады да, о, видеоларың шықты ғой, қайсы қарайық, анандай шықты ғой, мынандай шықты ғой. Познавательный бір жағынан. Жаңадан ойын шығады, біреудің қолы жетпейді. Шынымен де компьютер қол жетеді, бірақ компьютер жетпейді. Требование қазір ойындарда өте қатты, сондықтан біздер соның барлығын көрсетуге тырысамыз. Солай. Сендерге айтқым келетін бір зат, ешқашанда ойлаған арман мақсаттарыңа жетпегенше қоймаңдар. Егерде сендерге біреу айтса, мүмкін емес деп, просто күліп қарай салыңдар кез келген затқа. Мүмкін емес деген зат жоқ, кез келген затқа жетуге болады. Мүмкіндік кез келген жерде бар, ұмытпаңдар. Мүмкіндікті жасайтын ол сендер. Егер сен тоқтап қалсаң, барлығы бітті онда, сен үшін. Сондықтан мүмкіндікті кез келген жерден жасауға болатынын ұмытпаңдар. Ол сенің идеяң, сенің фантазияң, сенің арманың, сенің мақсатың кем дегенде. Сондықтан жетуге тырысыңдар. Тек қана сендерге көмектесетін ол сендердің жүректерің мен миларың. Одан басқа затқа сенбеңдер. Сондықтан егерде бір зат бастағыларың келсе, қазір қолда қалыңдар. Дәл қазір жассың ба? Жасың 10-да, 12-де, 15-те, 20-да.
жақсы жасың 30-да болсын, бірақ ертең емес, дәл бүгін бастау керексің. Ертең дейтін сөзді ұмыту керек. Ертең. Жоқ, ертеңді ойлау бөлек. Сен просто бір зат бастау керек па? Бүгін бастау керексің. Ертең ол ертең болып кетуі мүмкін. Ертең ол арғыны болып кетуі мүмкін. Ертең ол оның арғыны немесе бір жыл бұрын, бір жылдан кейін болып кетуі мүмкін. Сондықтан ертең емес, бүгін сен өзіңнің арман мақсатыңды ұялмай ештеңеден қысылмай бастауың керек кез келген зат. Егер де қысылатын болсаң, онда оны жеңіп шығуға болады. Ол үшін саған тек қана өзіңе деген сенім керек. Көп адамдармен сөйлесуің керек. Себебі адамдармен сөйлесу ол сенің жаңа қырларыңды шапшыменде. Сен адамдармен сөйлесіп, жаңа таныстық, осының барлығы саған өнер жолында болсын, жақсы өнер деп ала аламын ютубты да. Шынымен де өнер жолында саған қатты көмектеседі. Танысу, сен просто ашыл, әлемге ашыл. Өзіңнің ішінде жатқан барлығын көрсет. Мен осындай істеп жатырмын. Көрсет. Оны тығып, тек өзің көріп, одан не істеп қорқып керек емес. Барлығына көрсет. Ол сенің жолың, әрдайым өз жолыңмен жүр. Сенің өз жолың болады. Сіздермен бірге болған мен Балабай. Кездескенше.